жерге атылған атам шешемнен алған тымақты мен сендерге сандықтан бисмиллахир-рахманир-рахим деп алып шығарып берейін. Баланы тымаққа салу дәстүрі. Қазақ халқында шала туған сәбиді осылай өсіретін ғұрып бар. Оның себебі шала туған сәби ұстауға, бесікке салуға келмейді. Тымақ жылы, әрі бөлеуге ыңғайлы болады. Және сәбидің неше күні кем болса, сонша күн керегенің әр басына ілініп қойылатындықтан күн кереге басы арқылы есептелінеді. Мысалы, 40 күн кем болса, керегенің 40-шы басынан кейін бала тымақтан алынып, әдетте жаңа туған баланың рәсімдері жасала бастайды. Айталық, ат қою, бесікке салу, тағы басқа. Ал егер бала қыста туса, онда үй қабырғасына бірнеше шеге қағылып ілінеді екен. Тымақ жылы әрі жұмсақ болғандықтан, оның ішінде жатқан нәресте өзін ана құрсағында жатқандай сезінеді. Осылай Мұнара әжемізден қалған мұраны Дәулетбаевтар отбасы тымаққа салу дәстүрін жалғап, сәбиіміздің 40 күнін толтырып, есімін Өтеміз Исатай деп қойдық. Әулетіңе боларсың ба мақтан ұл, жетерміз-ау сондай шаттық шаққа бір. Әкең сені мұрагерім дейді ылғи, дейді үнемі әкесіне тартқан ұл.